Сапарғали Бекалиннің «Бала Шоқан» шығармасы өрісті өнердің белгісі. Омбы қаласынан Шыңғыс бір айдай жатып оралды. Оның қандай жұмыспен барғанын, неге ұзақ жатқанын Шоқан біле қойған жоқ. Шыңғыс ауылға келгенде өзімен бірге бір орыс жігітінің ала келді. Ол жер шенейтін, карта жасайтын адам екен. Одан да бұрын бұл ауылға орыс төрелері келіп қонақ болатын. Тағы бір жылтыр қағазға жердің, таудың суреттерін сызып, сол қағаздың алаңына жылқының, қойдың суреттерін салады. Атқа мініп тауларды, көлдерді кезіп, өсімдіктер жинайды. Көктем кезінде Шоқанды сол кісімен бірге атқа мініп далада жүретін болды. Оның салған суреттеріне еліктеп, таудың, көлдің бейнесін шимайлайды. Бойы үйреніп алған Шоқан бір күні мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. «Мынау кім жасады?» «Мына» деп сұрады ол, қолына алып айналдырып көріп. «Менің жолдасым, мысық деген бала». «Ол қайда?» «Ол анау алыста, ауылы бөлек». «Оқыған ба?» «Жоқ, оқымаған». «Мына бала өнерпаз болатын бала. Қара, мына жасаған мүсінінде алған тұлғасын ұға білгендік бар. Халық талантты дегендер осылар-ау. Тек өз көзін ашатын білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу керек. Ондай заманға әлі көп уақыт бар. Өтсе де оқу керек. Бұл баланы да оқыту керек». «Кедейдің баласы ма?» деп сұрады Шоқан. «Иә, кедейдің баласы. Тақыр кедей. Көйлегі де жоқ», деді. Мысықтың кедейлігін айтқандағы Шоқанның жан күйін байлаған Сотников: «Өзің қалаға барып оқуың керек. Қырдан оқып кеп білім ала алмайсың. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің», деді. Шоқан үндемеген күйінде алыс қырға қарап тұрып қалды. Сотников пен Шоқан екеуі далада ұзақ жүріп оралды. Құсмұрын көлінің солтүстік алқабындағы кең тарлауда жайылып жатқан төре ауылының қалың жылқысының ішімен жүрді. Көктемнің көк бурыл бозына қар суымен өрістеген жылқылар шоқ-шоқ, үйір-үйір болып жайылды. Көктем лебімен үйір баураған жас айғыр, дөнен сәуріктер үйірге таласып айқыш-ұйқыш асыр салуда. Әсіресе бір құла жирен дөнен үйір баурап, ішін тартып желігіп қалған. Қалың үйірлі құла айғырдың үйірінен шетінен екі байталды суырап қуа жөнелді. Құла жиреннің мойнын салып екі байталды бастырып бара жатқанын керген құла айғыр құлағын шымып, кекілін маңдайына жаба, жалы жалпағынан омырауын жауып тұра ұмтылды. Құла жирен сүйрік екі байталды да алдына сала Шоқан мен Сотниковтың алдын орғыта өте берді. Құла айғыр дәл осылардың артын ала төтелей ұмтылды. Құла айғырдың өздеріне қарай тура шауып келе жатқанын көрген Сотников артынан жүгіре қағып түсті. «Шоқан, сақтан!» «Жоқ, төре, ол ана үйірінен байтал қуған сүйрікке бара жатыр. Бізге темейді. Бұл Байғұла деген өте бір жуас айғыр. Жазда осының үйірі алдыменен байланып сауылады». «Япыр-ай, мына түрі қандай қорқынышты. Африканың арыстанысы». «Мен арыстан деген нанның болатынын оқығаным бар. Көргенім жоқ. Ол қайда болатын нан? Африка деген қай жақ?» деп Шоқан бір өзі түсінбеген сөзін сұрап қадағалап отыратын мінезін істеді. «Шоқан, сен Омбыға барып оқуың керек. Сонда бәрін де білесің. Мына өзіміз тұрған жердің беті 5 бөлімнен тұрады. Яки жердің өзі жалпақ тегістік емес, жұмыр. Мысалы, әлгіндегі көрген балшықшының жұмыртқасы тәрізді. Сол жұмыр жердің құрғақшылығы Азия, Европа, Африка, Америка, Австралия деп аталады. Сол 5 бөлімнің ішіндегі ғажайып жыртқыш аңдардың көбі Африкада. Африканың қалың орманда арыстан, қабылан сияқты аңдар көп болады. Онда бұл жақта болмайтын піл деген хайуандар үйірімен жүреді», деп Шоқанға бұрын естіп көрмеген тамаша жаңалық. «Сіз Африкада болдыңыз ба?» деп сұрады Шоқан күнде көріп жүрген Сотниковтың өңіне ойлана қарап. «Болғаным жоқ. Мен оны кітаптан оқығам. Және арыстанның қолға үйретілетінін цирктерден, аңдар паркінен көргенім бар. Оларды қалай ұстап алады? Дүниеде адамның айласы мен ақылына бағынбайтын айуан болмайды», деп Сотников темекісін тұтатты. «Мен кеше естідім. Ертең біздің ауыл жылқы күзейді. Қысыра қалады.
Сонда сіз әжем үйінің жылқышысы Жүкен ағайдың асау ұстағанын көріңіз. Олар асауды бұғалықпен ұстағанда қоздай домалатады, деп Шоқан жаңағы Сотников айтқанына ойын қосты. Шоқан мен Сотников осы бір күнгі серуенінде өмірі көрмеген бала мен сыр алыспаған бөгде қонақ болып сыпайы ғана жүріспен өткен. Олар жас баладай жаналғы ашқан дос адамдар болып оралды. Шоқанның Сотниковпен бірге шығып дала серуенінің жасауы Шыңғыстың өз айтуымен істелген еді. Мынау көктемнің ұзақ күндерінде әрі мал төлдеп жатқан қызықты кезде ойын жазсын. Білім іздеген өнерлі адамның аз да болса қолында болсын деп Әубәкір молдаға айтып, балаларды оқудан босаттырған. Шоқан кеше күні бойы көктемгі жұпар есті далада көп жүргендіктен аса маужырап қайтқан. Сотниковпен бірге отырып тамақ ішті де ертерек жатып ұйықтап. Ол оянғанда үйдің іші тұрып, бәрі далада жүргені айқалады. Бүгінгі жылқы күзеу, қысырақ алу науқаны ойында жатқан Шоқан ойынына әдеттегідей қуаналықпен ұшып. Алдымен қонақ үйдегі Сотниковке қарады. Ол кісі күндегі әдетімен қағазын жайып қойып, әлденені сызып отырғанын көрді. Есікті ақырын ғана жаба берген Шоқанды байқап қалған Сотников артына бұрылып: «Шоқан, сәлем қайда?» деп жымиды. «Сәлеметсіз бе?» деді Шоқан. Онда бері кел, амандасайық» деп Шоқанды қасына алып қолын берді. «Менің атым Сергей. Бұдан былай таңертеңгілікте Сергей аға деп амандасатын бол. Сен амандық болсаң, оқуға барғанда да осы тәртіпті білуің керек болады» деді. Шоқан өзінің амандық тәртібін істей білмеген кемшілігін ойланып, ұялып қалды. «Сергей аға, жылқы күзеуді көрмейсіз бе?» «Көрем, қашан болады?» «Мен қазір білейін». «Жарайды, маған хабарды сен айтарсың» деп Сергей үйде қалды. Шоқан алдымен жуынып, киімдерін киді. Содан апасының үйіне келді. Шай ішіп отырған апасының оң жағында отырған Жақып: «Серуенші, ұйқың қанды ма? Білесің бе, бүгін мен құнаныма мініп жылқы ерем. Маған Жәпелбек құрақ берем» деді. «Мен тайларды ұстаймын» деп Шоқанға ойына алған жаңалықтарын заулатып шықты. «Әліне қарасайшы, саған жылқы ұстау қайда?» Жақып анадағы бір тентектігін есіне алып үндемей қалды. Сабырлы, балаларының әрбір өз аужайынан аңғарып отыратын сары бәйбіше, сендер жылқы күзеуге барғанда абайландар. Асау жылқыларға қақтығып, жығылып қалмаңдар. Жақып саған асаутайды ұстатуға әлі ерте. Құр ожарланба» деді. Шоқан тамағын ішіп болып далаға шыққанда, алыста ханым ауылына қарай жөңкіле қайырылып келе жатқан жылқы тобын көрді. Ел арасының бір сөзіне шақырылып кеткен Шыңғыс ауылда жоқ болатын. Жүрерде балалардың атқа мінуі, қонақты күтуді Бейсенге тапсырғанды. Шоқанның да осы сыртқа шыққандағы күткені сол Бейсен еді. Сәскелікке өрлеп көтерілген көктем түнінің майда жылы лебі дене сүйсіндіреді. Күресін сыртындағы кішкене қабақшаның кеңірсегіндегі жас тарлаудың жасыл сабақтары тарбия өсіп, алақанын жая бастаған. Шоқанның көзі осы балдыр көк сабақтарға түсті. Кешегі Сергей ағаймен бірге жүріп қайтқаннан бері әрбір өсімдікке қадағалай қарайтын болды. Қыстай қар астында мал тұяғы, адам табаны жаншып, таптап тастаған жерден көтерілген көк тарлау қылтанақтары оған үлкен ой салды. Жер астынан тамыры үзілмесе, үстінен басқанға өмірі өшпейді екен деп ойлады. «Шоқанжан» деген Бейсеннің дауысы шықты. «Міне, аттарды әкелдім. Қазір ерттеліп дайын болады. Әлгі орысың қайда? Ал тез киіңдер» деді. «Сіз орыс демеңіз, ол Сергей ағай. Мен қазір ертіп шығайын» деді. Шоқан үйге жөнелді. Сергей мен Шоқандар келгенде жылқы көлдің солтүстік ығындағы Айғаным ауылының арғы жағындағы тепсенде топталып иіріліп қалды. Жәпелбекке ілесіп Жақып та жетіпті. Жылқының басында Шеген Қанғожа тұр екен. Шоқан келіп екі төреге аттан түсіп сәлем берді. Шоқанның аттан түскен тәртібін істеп Сергей: «Ағайлар, саусыздар ма?» деп қолдарын алды. Ізетті амандық артынан Қанғожа Шоқанға қарап: «Мына қонақ ағайына жылқы күзеу, қысырақ алу қызығын көрсеткелі әкелдім бе? Ол өзі мұндайды бұрын көрген бе екен?» деп күлімсіреді.
бұрын көрмеген екен. Менен естіген соң көруге әдейі еріп келді. Қолына үлкен сағалы пышақ ұстаған орта жастағы кісілер жылқы күзеуге әзірленіп, қапшық көтерген балаларын ерткен әйелдер олардың қасына жиналды. Жалы тізесіне түскен желқуық жарау айғырларға мінген жылқышылар тамақтарының құлағын ішіне арай жымырып байлап тастады. Бірі екеуінің қолында ілмек байлаған ұзын арқан, кейбіреулерінің қолында баулаған ұзын құрық. Кәні, әкеліңдер. Алдымен Ардакөк айғырдың үйірін соның жабағылары күйзелсін, деді Шеген. Я, алдымен Ардакөктің үйірін Шеген маған тамаша дұрыс айтты, деп Қанғожа ағасына бірер қабат көпшікте төсеп жіберді. Бірін-бірі көзінше сыйлағанда жорғалап тұрған төрелер әдетін жете білетін сал. Екі төре еріндерінің қыбырынан-ақ ұғысады-ау. Құлын күнінде байлау көрген Ардакөктің үйірінде жабағыларға құрықтап керегі болмас. Оларды жылқы тобында тұрғанда қолмен ұстау керек. Құрық көтерілсе, жуас тайлардың өзі де желігіп ұстатпайды. Саты жылғы емес пе, деді. Біз де осыны ойлап айтып тұрмыз, деді Қанғожа. Ардакөктің үйірі күзеушілер тобына ығыстырыла берді. Жылпыш жігіттер тайларды жалынан ала түсіп, шоқтығынан басып қалып, құлағынан жымырат құртып күзетіп жатыр. Қолына құрығын алып, қызығып жүрген Жақып бұрқыла тай күйзеліп жүре бергенде құрығын сермеп. Жақыптың құрығы құла тайдың мойнына тап ете түсті. Асау жабағы құрықты жұлып ала жөнелді. Құйындатқыш жабағыдан тамам жылқы үркіп, дүркіреп, ойран шу болды. Жан-жақтан мықты ат айғырға мінген жылқышылар үріккен топты ірең айта ерді. Әй, Жақыбай, бүлік шығармасаң тұра алмайсың-ау, деп Қанғожа Жақыпқа ренжи қарады. Тентектігін сезіп ұялып тұрған соң бөтенсілді өз айтқан жоқ. Жабағыларды ұстап, күйзеп жіберіп жатты. Шоқан, қарашы, мына тайлардың шашын алдырған баладай әп-әдемі болып құңқылда шыға келгенің. Әрбір хайуанның мезгіліне қарай өз көркемдігі бар, деп қызықтай сөйледі Сергей. Ал құнандарды күйзегенде бұдан да сұлу болады, деп Шоқан өзі жақсы көретін құнан күйзеуін Сергейге мақтап еді. Осы арада қысырақ маталатын асау байтал, арда дөнен айғырлар ұсталатын болып, ат ұстампас жылқышылар құрықтарын ыңғайлап жылқы тобына кіре бастады. Алдымен анадағы Сергей мен Шоқан үйірін аралап өткен құла айғырдың үйіріндегі байталдарды ұстайтын болды. Құлжа құнанның үйірінен 4 байтал ұсталды ғой, деп Қанғожа қысырақ тобына үріктейтін жүкен жылқышыға қарады. 4 емес, Құлжаның үйірінен 6 байтал ұсталды. Алдыңғы жылқы оның үйіріндегі биенің бәрінің құлыны ұрғашы болады. Қайта бір-екеуі былтыр енесі қысыр болып, қайтармаға сойылып қалғанды, деді. Онда Құлжаның үйірінен бір қысырақтың өзі бірақ маталады екен ғой. Я, тек ана күрен айғырдың үйірінен бірақ бір-екі байтал қосаңыз. Қысырақтың саны қанша болады, деді Сергей қасындағы Шоқанға. Шоқан тек тобын көргені болмаса, оның саны неше болатынын біле бермейді. Ол күмілжіп Қанғожаға қарады. Қысырақтың саны әрқилы болады. Кейде 9 байтал айғырымен 10, кейде 8, кейде 7 байталдан да маталады. Көбінесе жылқының тобына қарай, деп түсіндірді Қанғожа. Құлжа құланның үйіріндегі байталдарды жеңілтек 2 жас жылқышы құрықпен қаршығадай іліп әкеліп мататып жатты. Ал күрен айғырдың үйіріндегі 2 жирен байталды ұстауға айрықша дайындалды. Өйткені күрен айғырдың үйірі құлын күнінде байланбай, бойтақтар болған, ноқта, жүген көрмеген шуы асулар екен. Ол 2 байталды ұстау мыналарда емес, десті тұрған жұрт. Жылқыны ермектенгеннен бері күрен өзі бастап, ылғи шепте тартып, үйірімен жыға жөнелгелі ойқастап жүр. Оған құрықты 2 сермелейтін айғыры жүйрікте онтайлы жылқышы болмаса, ой жазып ұстатпай кетеді, деп Шеген жүкеңнің өзін атқан. Ашандау балғын денелі
Жарқабақ кең иықты Жүкен жатаған теңбіл көк айғырға мініп, құрықты қымтиып ұстап, күрең айғырдың үйіріне қарай бет алды. Елен алып тұрған айғырдың үйірі тобымен жылқыдан тұрақ жөнелді. Дегенде ұйлығып, тобын жазбай ұйтқыған асау үйір бірінен бірі ұзақ үйрік атып сытыла жөнелді. Ұзын аяқ күрең байтал алдында түсіп қылындай құлдырады. Жүкеннің де алдымен ұстамағы бұзылды. Теңбіл айғырдың басын жібере артына түсіп берді. Алғашқы бетте арқан бойы зырлап шыққан күрең байтал жылқының ар жағымен қайта оралғанда аяғы батырап теңбіл айғырдың алқымына жақындай берді. Үйіріне таяна бергенде қалың топқа бұрыла жалтара бұлталақтай қашты. Қашаған ұстауда атаққа шыққан Жүкен мен теңбіл айғырдың күрең байталды бұлтырғанымен бойын жаздаған жоқ. Жамбасынан бұрылатын оңтайлы айғыр екен жетіп баурап алды. Құлақ шекеден сермеп қалған Жүкеннің құйрығы тап ете түскенде қыл мойнынан бұрап өзіне қарай қисая тартып қалды. Күрең байталдың құйрық жағы шошаң етіп, басы Жүкен құйрығының толғауына қайырылып тыран асты. Басында таяу келе жатқан екі жылқышы аттан қарғып түсіп, құлақтап тұрып ноқталап алды. Жылқыны иіріп тұрған жүйрік айғырлы жылқышылар құрақ атып бөлене жөнелген асау күреңнің үйірін қалың топқа қайта қуып шықты. Екінші бір жирен төбел байталды да Жүкен алдымен ашырмай құлықтап, ұстап ноқталады. Апекем, үйінің бұл қысырығына ана құла жирен дөненді үйіре салалық. Өзінің сүйегі де жақсы, құлжа-құланның баласы ғой деп жеген қысырықтың айрығын белгіледі. Мен де соны лайықтап көрем. Бірақ өзі шуы асау тағы болып қолға тұрмай жүрмесе, деді Жүкен. Асауды құрық жуастатады, тентекті бұйрық жуастады деген мақалы бар ғой. Бар қашаған қайда кетеді дейсің? Бұрынғы құла жирен болып матастырылсын, деді Қанқожа. Ол осы сөздерді айтқанда бағанадан қысырақ матау қызығына таңдана да ойлана да қарап тұрған Сергей Қанқожаға: ана жылқышы Жүкеннің қашаған ұстауы мына сіздің мақалдай айтқан сөздеріңіз бірінен бірі өтетін поэзия, деді. Поэзия деген сөзді бұрын естімеген Шоқан да Қанқожа да өрескел дегеніме қалай деп үндеспей қалды. Бағанадан Жәпелбек жағына тұрған Жақып Шоқан мен Сергейдің қасына келіп: бәлем, Жүкен-ау, асау биені қалай ұстадың? Сен үйтіп ұстай алмайсың, деді Шоқан. Онда сен ұстарсың. Бағана Қанқожа ағам ұрысқан соң Жәпелбек құрық бермей қойды ғой. Немене, құрық берсе өзін-ақ ұстайын деп бедің? Мен ана жабағыларды ұстай алам. Көрдің ғой құрықты қалай салғанымды, деп әлгі сермеген құрығы жабағыға түсіп жылқыны үркіткеніне мақтанып қойды. Малмен бірге өсіп, мінездес болған елдің баласына ол қиын болмауы керек. Қандай жағдайда өссе де, адам сол ортаның үйіне, өнеріне жаттығады. Мына Жүкен Африканың аңын үйретсе, жаттықса қолымен келмейтін азамат емес қой. Қандай шапшаң, қандай әдіс қой, деп Сергей өзінің бағанадан таңданған түрін тұрған жайына тоқталды. Шоқан мен Сергей ауылға оралғанда Шыңғыс та келген екен. Сергейдің Шыңғысқа айтқан жаңалықтары кешеден бері Шоқанмен бірге жүріп көргендері болды. Әсіресе бүгінгі жылқы күзеу, қашаған ұстау Сергейге ерекше бір қызықты көрініс болған. Ол оны көргеніне сондай қуанып, басшы болған Шоқанға ризалығы мен алғысын айтты. Шыңғыс Уәлиевич, сіз Шоқанды осы күзде омбыға оқуға беріңіз. Біздің үйде сонда, ауылды өгейсітпейміз. Қазір сол оқитын уақыты. Бұдан кейін десе кешігеді, деп Сергей тілек сөйледі. Әжесі де оқуға бер деп былтырдан айтып жүр. Биыл амандық болса омбыға апарам. Былтыр апармағаным бұрынғы әскери училище кадет корпусы болып үлкейіп ашылатын болған соң соған беремін деп тоқтап еді. Өте дұрыс. Онда сабақ беретін оқытушылар жақсы адамдар. Біразы бізден таныс жолдастар. Корпусқа қалай да түсуіне бар күшті саламыз, деді Сергей достық ықыласымен. Бала Шоқан шығармасы сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыз. Арнама тіркеліп қойыңыз.